Құрметті ұстаздар қауымы, құрметті оқушылар, міне бүгін біздің мектебімізде қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің айлығы басталғалы отыр. Осы айлықтың қарсаңында мектепте үлкен оқуға құштар мектеп жобасы аясында орталық ашылғалы отыр. Бұл жердегі ең негізгі біздің басты мақсатымыз білім алушыларды, оқушыларды кітап оқуға баулу, кітап оқуға шақыру. Кітап оқыған бала, кітап оқыған оқушы, ол ешқандай жаман білім алушы болмайды. Баршаңызда бүгінгі ашылғалы отырған айлықтың жоспарымен таныстық. Баршаңызды құттықтаймын, істеріңізге сәттілік тілеймін. Ең ақылшысы болашақтың бағдаршамы. Кітап оқудан ең ғажайып құрылыс. Ол ғасырлармен бірге жасап, адамзатпен бірге дамиды. Әрбір кітап бұл жеке бір әлем. Әрбір кітаптың өзінің оқырманы болады, және ол ерекше бір із қалдырады. Кітаптың маңыздысы оның мазмұнында емес, оның адамның жүрегіне еніп, онда қалдыратын сезім мен ойда. Тарих қатпарларын ашқан кітап, адамзат өркениетін алға сүйреген кітап болады.